Иә, 4 порт тұр ғой. Яғни мына төмендегі ғой, мына A, B, C, D деген 4 портқа міндетті түрде тек қана моторлар қосады. Яғни бұған дейтін ешқандай датчиктерді қосуға болмайды. Бәрі қосқанмен де жұмыс жасамайды. Қателесіп болсын, жалпы қосуға болмайды. Сондықтан да ертең жарыс кезінде балалар робот құрастырып жатқанда қарап алады. Енді 4 цифр 1 2 3 4 деген. Ол 4 цифрға міндетті түрде датчиктер қыстырылады. Яғни бұған дейтін машинаның дөңгелектікі да? Иә, бұл 1 2 3 4 деген цифр ол дейтін датчиктердікі. Ал ABCD деген әріп ол дейтін моторлардікі. Солай дәптерге жазып алыңдар. ABCD моторлардікі, 1 2 3 4 ол дейтін датчиктердікі. ABCD мотордікі да? ABCD мотордікі. 1 2 3 4 1 2 3 4 деген датчиктердікі. Ага. Так. Кірді Ернар. Ага, Ернар кіріп отыр, қосылып көріп отыр. Так. Сонымен енді моторды, роботты орнынан қозғалту. Жалпы дейтін машинаны білесіздер ғой да? Машина дейтін орнынан қозғалу үшін тұтатқаннан кейін, тұтатқан бойда орнынан кетіп қалмайды да? Жүргізу үшін оған не керек оған дейтін? Машинаны орнынан қозғалу үшін. Машинаны орнынан жүргізу үшін не керек болады машинаға? Тұтатқан бойда машина. Скорость керек. Скорость керек. Скоростьқа салғаннан кейін не істейді? Скоростьқа салғаннан кейін газды басқанда машинаның жылдамдығы не істейді? Өседі алға қарай. Яғни машинаның жылдамдығында спидометр неғұрлым жоғары көтерілген сайын, біздің дейтін сен мініп отқан машинада сол ғұрлым тезірек жүретін болады. Солай ма? Яғни мына робот программа жазған уақытта мына 50 деген санды көріп тұрсыздар ғой? Да, міне. Мощность қуаты. Ол деген осы роботтың дейтін жылдамдығы осы болып саналады. Яғни бұл неғұрлым жоғары артқан сайын қуаты. Яғни 100 болғанда максимальный жылдамдық ол 100-бен жүреді. Түсінікті ме? Ол енді машинка сияқтайтын зуылдап 100-бен жоқ кетпейді енді. Бірақ та енді ол берілетін қуаты енді сол 100 деген өзінің бар цифры сол 100% береді. Токты мотор өзі тарта алатындай. Сосын сіз әрине осы жылдамдықты солмен беруге болады реттеп. Сонымен бірге ол дейтін мотор роботты артқа жүргізу үшін минус жылдамдықты да беруге болады. Яғни ол дейтін минус жылдамдық роботты артқа жүруін қамтамасыз етеді. Түсінікті ме? Егер де мен мына жерде жылдамдығым 0 болса, роботым не істейді? Жүре ме роботым? Тоқтап тұрады, жүрмейді. Жүрмейді. Солай ма? Енді сонымен бірге роботты жүргізгеннен кейін, мысалға айтын сен машина айдаған адам, машина айдап келе жатады, алдында айтын стена болатын болса, ол стенаға кетпейді ғой. Яғни басқа жаққа бұрылады да, я оңға, я солға. Стенаға түйіспес үшін. Сол сияқты рулевой управление. Роботты дейтін оңға және солға бұру болады. Яғни 0 болатын болса, онда роботтіке алға жүреді. Егер де мына жерде 0 деген цифр тұратын болса, онда сен уже программасы, біреудің жазған программасы саған тексеріш десе, сен мына жерде 0-ді көрсең, уже түсініп тұруың керексің. Робот алға жүретіндей программа жазған. Жылдамдығы 55 болатын, робот алға жүретін программа жазған. Түсінікті ме? Егер де оң сан болатын болса, мысалы 46 деген сан болатын болса, онда мына 2 В мен С деген әріпті көріп тұрсың ғой? Бұл В мен С деген роботтың моторының қай портқа қыстырылғанын көрсетіп тұрады. Егер де сенің дейтін, сен 2 роботты дейтін В мен С-ға емес, сенің моторың дейтін, мысалы портта A мен D-ге қыстырылған болса, онда мынаны сөйтіп ауыстырасың. Мысалы B-дің үстінен басасында A-ға ауыстырасың. C-дің үстінен басасында D-ға ауыстырасың. Түсінікті ме порттарды? Яғни программада ең бірінші қажет нәрсе, сен әрбір мотордың қай портта тұрғанын жаттап алуың керексің. Сонымен бірге қандай датчикті, қандай цифрлы портқа қыстырғанда да жаттап алуың керексің. Яғни ол дейтін былай қарағанда сен дейтін өзің құрастырған роботыңдың, сен өзің хозяйны сен, түсінікті ме? Құрастырған сен, сондықтан да сен дейтін ол роботыңда неше мотор бар, неше датчик бар, және әрқайсысы қандай портқа қыстырылған сен дейтін жатқа білуің керексің. Түсінікті ме? Жатқа. Мысалға дейтін қандай да бір моторың істемей жатса, не істемей жатса, мысалы бір моторың айналмай жатса, қай жақтағы мотор айналмай қалуы мүмкін. Қай мотор, ол қай портта тұр, соның барлығын сен дейтін жатқа білуің керексің. Түсінікті ме? Оны басқа, мысалы қасында команда адамға сен жатта деп жүрудің қажеті жоқ. Сен жарысқа қатысып жатсың, сондықтан да өзің жаттап алуың керексің. Қасында командаласың жаттап алса да, ол да болады жаттап алуға. Мысалы екеуің бірігіп. Бірақ ертең ол бір жаққа кетіп қалғанда, ол мотордың қайда тұратынын ол білетін еді деген сияқты әңгіме болмас үшін екеуің де жеке дара жаттап алуың керексің. Түсінікті ме? Роботтың да. Так, сонымен егер де 46 деген, яғни оң сан тұратын болса, ол онда айтын екі әріптің қасында оң жағында орналасқан D деген әріп. Яғни мотор деген D мотор қай жақта тұр роботыңыз? Ол соған қарай қозғалады. Түсінікті ме?
Енді қара, А деген әріп, Д деген әріптің сол жағында орналасқан. Солай ма? Бірінші А орналасқан, екінші Д орналасқан. Сондықтан да робот құрастырған уақытта да, роботты құрастырғанда сол жағына дейтін А деген әріпте тұрған моторды қыстырасың, сол жағына дейтін Д деген әріпте тұрған моторды қондырасың. Түсінікті ме? Өзіңе программа жазғанда қателеспес үшін. Бұл дейтін керек нәрсе. Сұрағың бар ма? Айтқаным бойынша түсінбей қалған жерің жоқ па? Ана А деген Д-ға қарай қозғады дедіңіз, қалай дедіңіз? Міне қара. Егер де мына стрелкада тұр ғой, міне. Стрелкада. Иә. Ортасында 0 деп тұр да. Егер де мына санымыз оң сан болатын болса, онда робот дейтін Д мотор қай жақта тұр? Д мотор оң жағында тұр, онда робот дейтін оңға қарай бұрылып жүреді. Түсінікті ме? Иә. Егер де теріс сан болса, онда қалай қарай жүреді? Теріс сан. Д-дан аға қарай ма? Теріс сан болса, Д-дан аға қарай жүреді ма? Аға қарай жүреді, дұрыс. Теріс сан болса, аға қарай, яғни сол жаққа қарай жүреді. Түсінікті ме? Мына менің сандарының не қалай екен? Яғни 0 болатын болса, алға жүреді, оң сан болатын болса, Д-ға қарай жүреді, теріс сан болатын болса, аға қарай жүреді. Түсінікті ме? Иә. Так, енді келесі нәрсе, мотордың программасына келесі нәрсе. Ол дейтін айналым деген бат, оборот дейді. Мына жерге апарсаң, оборот деп тұр. Неше рет айналады сол да? Иә, неше рет айналады. Мысалға айтын. Дөңгелек айналу. Иә, мысал келтіре аласың ба? Қандай оборот деп нені айтуға болады мысалы? Дөңгелек қалай айтып айналғанда ол оборот болса саналады? Бір айналғанда, толық бір айналғанда. Молодец. Толық бір айналғанда ол бір оборот жасады. Енді программа жазу барысында программада мысалға айтын робот дейтін 5 оборот алға жүру керек десе, онда айтын 5 деген береміз. Түсінікті ме? 5 айналым жасау керек десе. Яғни сол моторымыз бұл жағдайда мынандай болады. Мына программаны, жазған программаны дейтін кез келген мысалы роботехникадан программист, программа жақсы көретін оқушы, программа жаза білетін оқушы. Любой программаны көрсеткенде оқи білу керек. Мысалға, маған дейтін мысалы мына программаны оқып бер десе, мен былай айтып аламын. Бұл программада робот тіке алға жүреді, жылдамдығы 55, екі дөңгелектінде айналатын оборот саны 5-ке тең. Түсінікті ме? Программаның несі? Айтып берші. Бұл робот алға қарай жүреді. Роботтың жылдамдығы 55, және ол толық 5 айналым жасайды. 5 айналым. Енді қара, мынаны өзгертем. Енді оқып бер ал. Робот оңға қарай жүреді, адам Д-ға қарай. Да? Ары қарай. Жылдамдығы 70, ол толық 5 айналым жасайды. 5 айналым жасайды. Молодец. Түсінікті ғой да қалай екені. Яғни, егер де дейтін теріс сан болатын болса, Д-дан аға қарай жүреді, яғни ол сол жаққа қарай. Мына не болатын болса, оң сан болатын болса, оңға қарай жылдамдығы. 0 болса тіке. 0 болса тіке. Так, енді роботты жүргізудің дейтін тағы да бір жолы, мына рөлдік басқарумен бірге айырмашылығы дербес басқару деген бар. Яғни ол дейтін роботтардың жылдамдығы. Қандай? Рөлдік басқарудан басқа роботты жүргізетін дербес басқару деген бар. Қандай ағай? Дербес басқару. Независимый управление дейді орысша. Қазақша дербес басқару. Түсінікті ме? Жылдамдықтарын дербес басқару. Яғни бұның айырмашылығы неліктен дербес деген жалпы қалай болады? Независимость дербес дегенде қалай түсінесің өзің жалпы? Сөздің мағынасы. Бағынбайтын ба? Бағынбайды. Яғни неліктен бағынбайтын деп атады? Себебі мынандай нәрсе. Мына 70 деген жылдамдық бар ғой мынада. Рөлдік управление көрдіңіз бе? Рөлдік басқаруда 70-те? Иә. 70 деген біздер айтып мына жерге мысалы 30 деген жылдамдық жазатын болсам, онда А моторымда және Д моторымда сол сен жазған бір жазған жылдамдықпен солмен жүретін болады. Түсінікті ме? Мынағанда А мен Д деп қойып қателеспес үшін. Ал енді дербес басқаруда ол дейтін А деген моторға басқа жылдамдық жазуың болады. Д деген моторға басқа жылдамдық жазуың болады. Түсінікті ме? Неліктен дербес деп атайды? Яғни рөлдік басқаруда екеуі дейтін бір жазылған жылдамдыққа бағынатын болса, дербес басқаруда екеуі бір-біріне бағынбайтын, екеуіне екі түрлі жылдамдық жазуға болады. Түсінікті ме? Так, енді мына программаны оқы десе. Оқып көрші өзің бірінші, қалай түсінесің мысалға? Бұл дербес басқару моторы. Бұл моторда бірінші жылдамдық 30,
екінші жылдамдығы 70, толық бір айналым жасайды. Толық бір айналым жасайды. Молодец. Яғни бірінші мотор, екінші мотор деп айтқаның дұрыс, бірінші мотор, екінші мотор деп. Сонымен бірге оны былай деп айтуға болады. Бұл жаңа дербес басқару. Бұл да А моторы 30 жылдамдықпен жүреді, Д моторы 70 жылдамдықпен жүреді, екеуі де толық бір айналым жасайды. Түсінікті ме? Айтқаным. Енді мынандай нәрсе бар. Жаңа айтқан рөлдік басқаруда, так, А мен Д жасап қойып алайық, қателеспейтіндей етіп. Рөлдік басқаруда біздер роботтың бағытын анықтадық қой. Оңға кету мүмкін, немесе алға кету мүмкін. Ал енді мына дербес басқаруда роботтың бағытын қалай анықтаймыз? Ол дербес басқаруда роботтың бағытын анықтауға былай анықтауға болады. Мына екеуіне екі түрлі жылдамдық. Дәл қазіргі сәтте, мына көріпсің ғой мынаны. 30-да 70 болып тұрған. Дәл сәтте осы программаны мына көкпен белгіленген программаны жүктейтін болсақ, онда роботымыз А моторға қарай, яғни солға қарай бұрылып жүретін болады. Неге деп ойлайсың? Неге деп ойлайсың? Өз ойыңды айтып көр, сосын қате дұрыс болса да, қате болса түсіндіріп айтамын неліктен екен, болса онда түсінген. А мотор, Д мотордан кішкентай болып тұр. Молодец. Яғни бұл дербес басқаруда қай жақ мотордың жылдамдығы екіншінен аз болады, робот сол жаққа қарай бұрылады. Түсінікті ме? Мысалға айтын, мынау 0 болатын болса, онда Д моторымыз тоқтап тұрады да, А моторымыз 30-бен жүреді, яғни роботымыз қалай қарай бұрылады? Оңға ма, солға ма? Оңға бұрыла ма, солға бұрыла ма? А моторға? Иә, мына жағдайда. Оңға бұрылады. Оңға бұрылады, молодец. Кішкентай жаққа бұрылады. Ал егер дейтін, мынау былай болатын болса, робот қай жаққа бұрылады? Сол жаққа. Кішкентай жаққа. Иә, кішкентай жаққа, сол жаққа бұрылады. Сол жаққа бұрылады, толық бір айналым жасайды. Яғни роботтың бағытын осы жылдамдығы арқылы реттейміз, дербес басқаруда. Түсінікті ме? Егер де енді екеуі де енді алға жүру керек болса, қандай жылдамдық беруге болады? Екеуі де 70. Молодец, екеуіне де бірдей жылдамдық. Екеуі тең. Иә, екеуіне тең жылдамдық береміз. 70-те 70, 30-да 30 бәрібір. Түсінікті ме? Егер де екі мотордың жылдамдықтары тең болатын болса, онда роботымыз дейтін тіке алға неше оборот жасайды? Бір оборот. Бір оборот жасайды. Ал егер былай жасасам? Былай жасасам неше оборот жасайды? 77. Егер айта бер. Аға, егер деген екеуі де минус болса артқа қарай жүреді де? Екеуі де минус болатын болса, онда екеуі де минус және бірдей сан болатын болса, онда роботымыз дейтін тіке артқа жүретін болады. Түсінікті ме? Ал егер біреуі минус 30, біреуі минус 10 болатын болса, роботымыз онда артқа, бірақ сол жақ бағытқа. Артқа, сосын оң жаққа. Иә, оң жаққа дұрыс, оң жаққа жүретін болады. Мына түсінікті ғой да? Иә. Так, молодец. Енді деген роботты бұрудың тағы да бір жолы бар. Ол деген мынандай нәрсе. Мына большой мотор деген, екінші тұрған закладка деген алып тұрмын. Большой мотор, яғни қазақша үлкен мотор да. Енді мынандай етіп елестетіп қара. Сенің дейтін мына дербес басқарудағы сияқты мынада айтын тек қана Д деген порт алып тұр. Егер де мен мынаны жүргізетін болсам, Д деген мына жалғызын жүргізетін болсам, робот қалай қарай жүреді? Оңға қарай жүре ме, солға қарай жүре ме? Роботта? Иә. Д жүрсе солға қарай жүреді. Неліктен солға қарай жүреді? Өйткені Д тек қана Д қозғалады. Молодец. Тек қана Д қозғалады, яғни Аға біз ешқандай нәрсе берген жоқпыз, түсінікті ме? Егер мына большой мотордың өзі болса, біз Д-ға ештеңе берген жоқпыз, Аға ештеңе берген жоқ, тек қана біз Д-ға 50 жылдамдық бердік. Сондықтан да ол А қозғалмай тұрып қалады да, Д-мыз жүреді. Д неше оборот жасайды? Д бір оборот. Бір оборот жасайды. Ой, молодец. Ағай. Оу. Тек қана. Ағай. Иә, айта бер. Тек қана средний моторға А плюс Б деген, А плюс сондай әріптер қойылады, а большой моторға тек қана бір әріп қойылады да? Ондай нәрсе жоқ. Мысалы, қатып қалған, средний моторға солай қойылу керек, большой моторға ондай қойылу керек деген нәрсе жоқ. Ол екеуіне де өзгертіп қоя беруге болады. Түсінікті ме? Программада роботты құрастырған қолданған моторына байланысты. Егер де сен дейтін Д моторды қозғалтқың келмей, А моторды қозғалтатын болса, онда мына порттың үстінен басып, өзімізге керек портты таңдаймыз. Түсінікті ме? Яғни мына жағдайда, наоборот, роботымыз дейтін А моторымыз қозғалып, Д моторымыз тұрып қалады, роботымыз қалай қарай жүретін болады? Оңға қарай жүретін болады. Солай ма?
D деген оңғады. сөйтіп мына портты дейтін кез келген өзіміз қойған портты таңдап өзгертуге болады. Яғни қатып қалған дейтін бір осындай порт болу керек деген нәрсе жоқ. Бұл дейтін роботты құрастыруда өзіңнің қолданған неңе байланысты, инструкцияңа өзің қалай қолданасың конструкциясын, соған байланысты. Бана айтқандай тек өзің жатқа білу керексің. Қандай конструкция қолдандың, қандай мотор қолдандың, қандай портты қолдандың соны. Енді ортаңғы моторға келейік. Ортаңғы моторда дейтін порт А деп тұр, яғни ортаңғы моторға қыстырылған А, оның жылдамдығы неше ватт? 50, айналым саны? Айналым саны 1. Айналым саны 1. Енді мынандай нәрсе бар. Қасиеттері. Кез келген мынау керек емес бізге. Кез келген моторды басқарудың, мына средний мотор болсын, большой мотор болсын, әрбір жазылатын моторды басқаратын блоктың мына төртеуі. Моторды басқару блоктары. Түсінікті ме? Атауы қалай екен? Моторды басқару блоктары. Түсінікті ме? Жазып алыңдар, егер де ұмытып қалам десеңдер. Себебі ертең мен сұраған уақытта соның бәрін айта алатындай. Моторды басқару блогы. Моторды басқару блогы. Төртеуі, мына төртеуі солай айтады. Енді әрбір 4 блокқа ортақ қасиеттер бар. Нелер бар? Қасиеттер бар. Енді мына қасиеттерін көру үшін, мысалға рөлдік басқару блогын көру үшін мына айналым сурет тұр ғой, обороттық сияқты. Соның үстінен басамыз. Сонда бізге 5 қасиеттің тізімін шығарады. 5. Яғни бұл дейтін 5 осы рөлдік басқарудың 5 түрлі вариантын ұсынып тұр сендер. Соның ішінен сендер өздеріңізге жарыста қолдану кезде қайсысы қажет, соны қолданасыңдар. Түсінікті ме? Оның дейтін ішінде тек қана мынаусын қолдану, мынаны қолданбау керек деген нәрсе жоқ. Ол дейтін сіздердің қатысатын жарыстарыңыздың түріне байланысты және құрастырған роботқа да байланысты қызмет атқарады. Түсінікті ме? Сонымен бірінші қасиет выключить деп тұр. Выключить. Ол деген қазақша бізде қандай? Өшіру. Солай ма? Яғни ол деген, егер мынаны өшіруді басатын болсам, не істейді мына роботым? Мынаны басатын болсам, не істейді? Сарып қалады. Жүрмей қалады. Молодец, жүрмей қалады. Яғни біз дейтін робот жүруге тиіс моторды біз сөндіріп тастадық, өшіріп тастадық. Түсінікті ме? Өшіріп тастағандықтан роботымыз дейтін жүрмейді. Моторды өшіріп тоқтатып тастадық. Екінші тұрған не деген? Қосу. Яғни қосуды басатын болсақ, енді қараңдар. Мына үшеуін пока кетіп тастайын да, сосын дейтін рөлевой управление алайын. Мына екеуді рөлдік басқару. Екеуінде айырмашылық қандай? Не жетіспейді? Не жоқ? Анау қосылып тұр, мынау деген количество оборот ұстап тұр. Молодец. Енді мынандай нәрсе. Яғни қосуды қосқан кезде бізден дейтін неше айналым жасайын деп сұрамайды. Себебі мотор тоқтамастан айнала береді. Түсінікті ме? Қосуды қойғанда. Сондықтан да дейтін біздерге дейтін мына неше оборот жасайды, оны таңдаудың қажет жоқ, қосу қасиетін қоятын болсақ. Келесі қасиеті, мотордың рөлдік басқарудың келесі қасиеті, ол дейтін секундқа қою. Яғни біз дейтін қанша жетсе. Біздер дейтін өзіміз таңдаймыз, роботымыз неше секунд бойына жүру керек. Түсінікті ме? Сол таңдаған секундымызды қоямыз, мысалы 5-ті бассаңдар 5 секунд бойына. Егер дейтін 60-ты басатын болсам, онда дейтін 60 секунд неше минут? 1 минут. 1 минут. Яғни 60-ты таңдайтын болсаңдар, роботтарыңыз егер 2 минут жүру керек болса, онда қандай цифр жазамын жерге? 120. 120 деген жазатын болсам, яғни роботым 2 минут бойына алға 50 жылдамдықпен жүріп отырады. Түсінікті ме? Несі дейтін программа рөлдік басқарудың қасиеті. Келесі қасиеті градусқа қатысты қою. 90 градус, 60 градус. 90 градус, 60 градус. Енді шеңберді білесіңдер ғой, шеңберді? Шеңбер деген толық бір айналым, круг, яғни шеңбер. Ол шеңбердің градусы 360 градус. Егер де градусқа қойған уақытта сіздерде мынада 360 градус деп тұрса, онда яғни дөңгелектеріңіз толық бір айналым жасайды деген сөз. Түсінікті ме? Ал егер де жарты айналым жасау үшін, толық бір айналым емес, жарты айналым жасау үшін неше жазамын мен жерге?
Жартылай айналым ба? Иә, жарты айналым. 180 градус. 180 градус. Ал егер де екі айналым жасау керек болса, толық екі айналым жасау керек. 720. 720. Түсінікті ме? 720 градус. Яғни бол деген біздердің дейтін роботымыздың дейтін толық жүруін барлығын қамтамасыз етеді. Так, сонымен келесі қасиет ол дейтін біздер бана таңдағанда айтып кеткенде ол айналым. Иә, толық бір айналым жасаудағы барады. Яғни осы арқылы біз дейтін роботтың қанша айналым жасап, соның бәрін қамтамасыз етіп жасай аламыз. Так, моторлар бойынша, қасиеттер бойынша сұрақтарыңыз бар ма, түсінбей қалған? Жоқ, менде геометрияда жоқ.